Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қазақ пен қырғыздың дауына байланысты мен видео жариялап, екі халық осынау бір көкпар ойынына бола достығына сызат түспесін деген мазмұнда видео жариялаған болатынмын, бірақ арасында неше түрлі комментарийлер жазылды. Сол комментарийлердің арасында мен мына нәрселерді байқап жатырмын. Тарихқа байланысты айтайын. Қырғыз дейді, кейбір комментарийде былай жазылған: қырғыз қазақтың жаңағыдай атасы, немесе жаңағыдай қазақтар қырғыздан шыққан деген сияқты мазмұнда комментарийлер жазып жатыр, неше түрлі комментарий. Және қырғыздардың тарихына байланысты осы кезге дейін мен мысалы қырғыз хандығы болсын, жалпы енді хандық деп айтуға келмес, бірақ мына Ормон хан, Ормон Манап дейді ғой, өздері Манап деп атайды. Сол тұстағы қырғыздардың тарихына байланысты және қырғыз қағанатына байланысты, яғни кезінде ұйғырлардың қағанатын құлатқан қырғыз қағанатының тарихына байланысты видео жарияладым. Оны өздеріңіз де көрген шығарсыздар. Жалпы қандай да бір жариялаған видеоларды қараған болсаңыздар, менің осындай мысалы қырғыздар болсын, ұйғырлар болсын, мысалы дүнгендер болсын, мен мысалы өзім қазақ болсам да, олардың тарихына қол сұғып, жаңағыдай ол бүгін азшылықтағы ұлт қой, жаңағыдай олар кезінде үлкен мемлекет болмаған деген сияқты емес, қалай бар тарихта және қандай деректер көрсетілген тарихта, қандай даталар, қандай цифрлар көрсетілген, соны нақтылап айттым. Соған байланысты мені неше түрлі адамдар, ой бұл ұйғыр ғой, ой бұл қырғыз ғой деген сияқты пікірлер жазып жатты. Иә, мейлі, ол жазғандарыңызды ол үшін өздеріңіз ғана жауап бересіздер, сол жазғандарыңыз үшін, бірақ бұл шынайы тарих. Мен қандай да бір нәрселерді бір ойдан алған деректер емес, қырғыздың, ұйғырдың тарихына байланысты жариялаған видеоларда, ол кәдімгідей жазылған тарих. Кітапты ашып, интернетті ашып оқысаңыздар өздеріңіз білесіздер. Енді мен не үшін бұл видеоны жариялап отырмын? Себебі кейбір қырғыз бауырларымыз осындай пікірлерде екен. Мүмкін ол адамдар тарихтан хабары болмау мүмкін, немесе өткен жолғы көкпардағы жағдайдан кейін қазақтарға ренжіп, сондай пікір жазғанда болуы әбден мүмкін. Енді мен айтып өтейін, қазақ қырғыз деп аталу себебі сол шығар олардың айтқысы келіп отырғаны. Қазақ қырғыз немесе казацко-киргизский степ деп айтады ғой, яғни қырғыз қайсақ ордасы деп айтады кейбір деректерде, қырғыз қайсақ деп атады. Патшалы Ресейдің құрамында болған кезде бізді қырғыз қайсақ деп атады, ол өтірік емес. Оның бірнеше себептері болды. Ол орыс шенеуніктерінің біздің қазақ даласына келген кездегі жасаған зерттеулеріне байланысты және қате ақпараттарына байланысты. Себебі қазақ атауының өзі 14 ғасыр, 15 ғасырға дейін пайда болғандығы туралы, тіпті 10 ғасырдың өзінде қазақ ұғымдарының қолданылғаны туралы кейбір тарихи деректерде, парсының, моңғол деректерінде, қытай деректерінде, арабтың деректерінде болсын, тіпті мына славян деректерінің өзінде қазақ атауының сол дәуірлердің өзінде косак немесе қазақ атауымен түрлі атаулармен аталғандығы белгілі. Қазіргі кезде бұл тарихи ақиқаттар ашылып жатыр. Енді мына нәрсені айтқым келеді. Қазақ хандығының өзі 1465 жылы құрылды деп біз есептейміз. Қазіргі кезде ғалымдарымыз сол датаға тоқтады. Яғни 1465 жылдан бастаймыз біз қазақ хандығының құрылған тарихын. Қазақ ұлтының мысалы ұлт болып қалыптасу ол кейінде жүрді, бірақ оның алдында да ұйыса бастады. Енді мен бұл жерде не айтқым келіп отыр? Қырғыз қайсақ ордасы деп, бұны орыстың шенеуніктерінің таңған есімі, таңған атау ол бізге. Яғни отарлаушылардың тарапынан жасалған, қазақ ұлтына, қазақ халқына деген жасалған сондай үлкен тарихи қиянаты деп есептеуге де болады. Кейбіреу біліп, кейбіреу білмей, әдейі түрде жасалды кейбір ақпараттарда. Соның негізге ала отырып, қырғыз қайсақ дегенді негізге ала отырып, қазақты қырғыздан шығарған қылып көрсету бұл дұрыс емес. Қазіргі кезге дейін қолданып жүрміз ғой, мысалы қырғыз қазақ бір туған деген сияқты, өзбек өз ағам деген сияқты. Бірақ мысалы біз саяси тарихымызды алып қарайтын болсақ, біз 1457 жылы Әбілхайыр хандығының ордасы шаңырағы шайқалған тұста, Үстемір Тайшыдан жеңілген Сығанақ түбіндегі шайқастан кейін Керей мен Жәнібек сұлтан өзінің соңынан ертіп халықты, жошылық сұлтандар, мына Моғолстан жеріне көшіп барып, сонда тәуелсіз қазақ мемлекетінің негізін қалайды. Оны біз, яғни 1465 жылдан бастаймыз. Ал біздің негізі көшіп кеткен сол кездегі 200 мың немесе 300 мыңға жуық шамамен халық, ол қазақ хандығының алғашқы халықтары болатын. Яғни мемлекеттің алғашқы халықтары. Кейіннен бұл халық үлкен территорияға ие болды да, бүгінгі кездегі Қазақстан территориясын таралды. Батысы бар, оңтүстігі бар, солтүстігі бар, орталығы бар деген сияқты.
және қазақтардың құрамына сол кезде көшпелі өзбектер мемлекетінің, яғни 92 баулы өзбек деп айтады тарихи деректерде, соның тайпалары кірді. Дулатың бар, арғының, үйсінің бар, жаңағы неше түрлі адайың бар. Осы қазақ хандығының құраған тайпалардың ең негізгілері, айта берсе көп. Ал қырғыз бен қазақтың тарихында бауырластық тарих деп айтқанымызбен, яғни екі халық бауырлас деп айтқанымызбен, ол қырғыздан қазақтың шыққанын көрсетпейді. Себебі қырғыздардың өзінің мына бүгінгі Ыстықкөл, Алатау бойына келуінің өзінің тарихында сұрақтар көп, тарихи сұрақтар, және нұсқалар да көп. Соның 3 түрлі нұсқасын айтып берейін қазір сіздерге. Осыған байланысты мен арнайы видео жариялаған болатынмын, яғни қырғыздардың бүгінгі Алатау баурайына және Ыстықкөлдің бойына қалай келгендігі туралы. Бағана мен видеоның басында айттым, қырғыздардың атақты мемлекеті болғандығы туралы, яғни қырғыз қағанаты, ұйғырлардың ордасын құлатқан. Қырғыз қағанаты ыдырағаннан кейін сол қырғыздардың қаншама бөлігі мына бүгінгі Ыстықкөлдің бойына келу мүмкін деген нұсқа айтылады. Және бір нұсқада былай айтылады: қырғыз Енесей қырғыздары мен бүгінгі қырғыздардың арасында байланыс жоқ, екеуі екі түрлі халық. Енесей қырғыздары бұл бүгінгі Хакастар, Хакасия жерін, яғни қырғыз деп отырған бұл бүгінгі Хакасия жерінің ежелгі тұрғындар деп айтылады. Өйткені олар Енесейдің бойында мекендеген. Олар Енесейді ойлай беріңіз сіз қай жақта екенін. Сонау солтүстікте орналасқан олар. Солтүстік шығысқа қарай орналасқан. Туындар Сібір жақта орналасқан, былайша айтқанда. Енесей қырғыздары. Сондықтан оларды Хакастардың, яғни бүгінгі Хакасияның арғы бабалары ретінде көрсетеді. Енді келесі нұсқада былай айтады: қырғыздар бұлар осы жерде байырғыдан бері мекендеп келе жатқан халық дейді. Ол бүгінгі кезде Қырғызстан Республикасында кең тараған пікір. Енді тағы бір нұсқаларда жоңғар билеушілері мына Цин империясымен, яғни Қытайлар мен Россияның ықпалы Сібірде артып баратқанынан қорқып, қырғыздар соларға қосылып бірігіп кете ма деп, яғни өздеріне қарсы шыға ма деп, жоңғар билеушісі қырғыздарды сол Енесей бойынан көшіріп әкеліп, Жоңғарияның әр жеріне шашыратып орналастырған туралы айтылады. Бірақ осы кезге дейін Жоңғария билеушісінің бұл туралы шығарған жарлығы, яғни жазба деректері сақталмаған немесе табылмай жатыр. Бір нұсқада осылай айтылады. Енді тағы бір нұсқада былай айтылады: қырғыздар бүгінгі Алатау жерінде, Ыстықкөл жерінде мыңжылдықтар бойы мекендеп келе жатыр, яғни бұрыннан мекендеп келе жатыр. Себебі сонау ғұндардың шабуылы кезінде мына Енесей қырғыздары мен Алатау қырғыздарының арасында ғұндар жүріп өткеннен кейін, шабуыл жасап өткеннен кейін, осы екі Енесей қырғыздары мен Алатау қырғыздарының арасы ашылып қалды, яғни мәдени, саяси, тарихи байланыстар үзіліп қалды деп есептейді. Осындай нұсқалар бар. Айтып отырмын ғой, не үшін бұларды айтып отырмын? Себебі қырғыздардың бүгінгі Алатау бойына, Ыстықкөл бойына келуінің өзінде көптеген сұрақтар бар. Әлі зерттеуді қажет ететін, нақты емес. Сондықтан сол сияқты менің ойымша, мен бұл видеоны не үшін жариялап отырмын? Бір көкпарға ренжіп, болмаса бір ойынға бола жеңілдік екен деп ренжіп, тұтас мемлекеттің тарихына жаңағыдай топырақ шашудың ешқандай керегі жоқ, қырғыз бауырлар. Себебі сіз мүмкін тарихшы емес шығарсыз, бірақ сол ұлттың тарихына байланысты неше түрлі пікір жазудың ешқандай қажет жоқ. Бұл бауырлас халықтардың арасында жаңағыдай араздықты одан әрі өршіте түседі бұндай нәрселер. Сондықтан менің ойымша, егер нақты тарихи деректеріңіз болмаса, бұндай нәрселерді жаңағыдай ренішпен, жаңағыдай ашу-ызамен тарихқа тиісудің, топырақ шашудың ешқандай керегі жоқ. Соны айтқым келеді. Қырғыздың өзіндік тарихы бар, және қырғыз қазақтан шыққан жоқ, сол сияқты қазақ та қырғыздан шыққан жоқ. Олардың тарихы әртүрлі. Бірақ біз бүгінгі таңда қырғыз қазақ бір туған деп не үшін айтамыз? Себебі бізге қазір бауырластық, бірлік керек. Біз бірлігіміз болмағанның нәтижесінде талай рет сыртқы басқыншыларға жем болдық. Оны біз тарихымызда жақсы білеміз. Оны сіз де жақсы біліп отырсыз.